Сәлем достар. Бүгінгі кинотайымда 2007 жылы жарық көрген Уловки, Нарбита фильмі. Нарбиттің өмір жолы ата-анасы оны көліктен лақтырып, алтын тұшпара деп аталатын мейрамханамен бірге орналасқан жетімдер үйінің жанына тастаған сәттен басталады. Оны койоттар жеп қоя жаздады, бірақ сәби баланы мистер Вон құтқарып қалады. Ол нәрестенің қара әрі тым қорқынышты екенін айтып ұрсып қоятын. Қытайлық қожайын балалармен графунчик деген ойын ойнағанды жақсы көретін. Жетімдер үйіндегі барлық балалар жұпқа бөлінетін. Нарбитке Кейт деген кішкентай қыз бұйырды. Екеуі барлық уақытын бірге өткізіп, бір күні ескейменнің түбінде үйленіп те алды. Олар бақытты еді, бірақ 2 аптадан кейін Кейтті асырап әкетті. Осылайша Нарбит тағы да жалғыз қалды. Бірнеше жыл өтті. Бір күні құмсалғышта ойнап отырған Нарбитке қызыл шашты бұзақы балалар шабуыл жасады. Сол кезде олардың екеуінде бір алып қыз көтеріп алып лақтырып жіберді. Оның аты Распиуша еді. Бұл дәубас қыз көзәйнек таққан Нарбитті бірден менің жігітім болады деп шешіп, қолынан ұстап әкете барды. Содан бастап Распиуша Нарбитті қорғап жүретін болды, және оны өз отбасымен таныстырды. 3 үлкен ағасының аттары Биг Джек, Блук және Эрн, олар қарындастарын қатты жақсы көретін және Нарбитті өз бауырындай қабылдады. Латимерлер отбасы тонау және рекетпен айналысатын. Уақыт өте келе Нарбит пен Распиуша жақындай түсті. Мектеп бітіргеннен кейін Нарбит ағайындылардың құрылыс компаниясында бухгалтер болып жұмыс істей бастады. Ақырында олардың қарым-қатынасының заңды жалғасы ретінде екеуі үйленді. Бірақ тіпті алтардың алдында тұрғанның өзінде Нарбит үшін оны сүйіп қою оңай болған жоқ. Үлкен Джек күйеу баласына бірден ескертіп қойды. Егер сен қарындасымды ренжітсең, онда мен сені турап, үстіңе лимон шырынын құямын. Біреу той тортынан бір тілімді жеп қойды. Бірақ бәрі өздерінің қатысы жоқ екенін айтып мойындамады. Далмос жанжал шыға жаздаған сәтте сөзді мистер Вонг алды. Ол Нарбиттің неге гориллаға үйленгенін түсінбейтінін айтты. Бірақ бұл оның әдеттегі қалжыңдары еді. Қытай қожайын Нарбиттің бала кезіндегі бір оқиғаны айтып берді. Бірде кішкентай Нарбиттің бұтын жылан шағып алған. Сонда мистер Вонг не істеу керегін білмей қалған. Баланы өлімге қиып қоя ма, әлде уын сорып алып құтқара ма? Қоя ғой, өле берсін деп шешкен еді мистер Вонг. Потому что никогда не станет Вонг отсасывать яду мужика из жопы. Бірақ күтпеген жағдай болды. Ол Нарбитті өлтіре алмады, өйткені ол мықты, бәріне төзімді, тіпті өз әйеліне де. Распиушаға Нарбиттің оны үйге көтеріп кіргізгені қатты ұнайтын. Бейшара жігіт бар күшін салып көтермек болды, бірақ әбден әлсіреп, еденге құлап түсті. Распиуша өте сүйгіш, рөлдік ойындарды жақсы көретін. Бірақ әр түннен кейін не төсек сынып қалады, не Нарбиттің сүйектері сынады. Оның мінезі өте нашар еді. Одан көрмегенді көрмейтін көршілер де, Нарбиттің өзі де. Тіпті қол көтеріп жіберетін кездері болатын. Латимер ағайындылары мистер Вонгқа да жетіп барып, одан мейрамханасын сатуды талап етті. Бірақ ол қорқақ емес еді. Ұсынылған құжатты бетіне сүртіп, қолына гарпун алып, бұзақыларды қуды. Распиуша дене бітімін қадағалап, арықтау үшін істеп сабақтарына қатысатын. Ол жаттықтырушысына қырындайтын. Ал тренер оның ағалары видео курс түсіруге ақша берсе, ол Распиушаға жеке сабақ өткізіп беретінін айтты. Нарбиттің достары, бұрынғы жеңгетайлар, сутенерлар. Бірақ бүгін олардың қыздары өздерін емес, жаңа сойылған ет сатып жатыр. Дәл сол ет үшін Распиуша күйеуін дүкенге жіберген еді. Нарбит жетімдер үйіне соғамын деп ойлаған, бірақ қуыршақтарды үйде ұмытып кеткенін есіне алды. Сол үшін қайта үйге қайтуға тура келді. Ал ол не көрді? Оның әйелі жаттықтырушы Бастермен төсекте аунап төңкеріліп жатыр екен. Ал Бастер Нарбитке мұның жай ғана арнайы жаттығулар екенін түсіндіруге тырысып әлек. Бастер пришел к нам в гости, что за гнусные инсинуации? Да, Орбит! Егер Нарбит тағы да опасыздық туралы ауыз ашса, Распиуша оның бүкіл тісін қағып тастайтынын айтты. Бірақ бұның бәрі Нарбитті қанағаттандырмады, сондықтан ол ашуға булығып, әйелін шлюха деп айқайлап жіберді. Распиуша мұны естіген сәтте оның соңынан қуып, жолындағы барлық кедергілерді жайпап өтті. Ақыры сатқын әйелдің тынысы жетпей тоқтады, ал мүйізді Нарбит некелік Сафинаны қоқыс торбасына лақтырып жіберді. Жетімдер үйінде Нарбит қуыршақтармен қойылым қойып, онда басты зұлым барлық тамақты тартып алатын жалқау доңыз еді. Бірақ ол әңгімеге беріліп кетіп, бір кезде доңыз Гусенкаға опасыздық жасап, жаттықтырушы Бастермен шұғылдана бастағанын айтып жіберді. Кенет алтын тұшпараға есейген Кейт кіріп келді. Нарбит оны көріп қатты қуанды. Кейт бизнесін сатып, қартайған мистер Вангтың орнына жетімдер үйін сатып алмақшы болыпты. Олар екеуі бала кездерінде үйленген ескеменді әлі күнге ұмытпаған екен. Кейт Нарбитке сейсенбі күні бірге түстенуді ұсынды. Үлкен денелі әйелімен жанында жатқан Нарбиттің ойында тек Кейтпен алдағы кездесуі ғана тұрды. Бастер тағы да келді, бірақ бұл жолы Нарбит оған қарсы болған жоқ, ол тіпті sıрамен таза төсек дайындап қойған. Ол үшін қазір бәрі маңызды емес, ең бастысы Кейтті көру. Бірақ түскі асқа Кейт жалғыз келмей, қасында күйеу жігіті Диланмен келді.
Дилан жылжымайтын мүлікпен айналысатын, және ол Кейтке жетімдер үйін сатып алуға көмектеспек. Түнде көңілі қалған Нарбитке ұйықтауға оның үстіне құлап түсіп, қорылдайтын алып сайран дене маза бермеді. Бір күні Распюша көршінің итін басып өлтірмек болып, оны газон бойымен қуып жүріп ақыры таптап тастады. Ит ауруханаға түсті. Бұл оқиға Нарбит үшін соңғы шыдамының таусылған жері болды. Нарбит Распюшадан кету үшін заттарын жинап қойған еді, бірақ әйел оған өзін жүкті екенін айтып, жалған сөйлеп тоқтатты. Тіпті ішім шықты деп көрсетіп, Нарбитті сонда да қасына қалдырды. Кейт жетім балаларды аттракциондар саябағына алып келді. Ал Дилан оған әзірге жетімдер үйін сатып алуға лайық уақыт емес екенін айтып, райынан қайтаруға тырысты. Ол Кейтті жалғыз қалдырып кетті, ал оның орнын бірден Нарбит басты. Сол кезде ғана ол Кейтке өзі үйленгенін мойындады. Кейттің көзі бақырайып кетті, өйткені дәл сол сәтте Распюша панчиктің ішіндегі джемді сорып жеп тұрған еді. «Иә, біз танысып қойдық», деді Кейт. Кейт алыстағаннан кейін, ашулы Распюша күйеуінің жолын бөгеп, оған мына Кейтпен опасыздық жасамақ түгілі ойға да алмайсың деп ескертті. Ал аңқау Нарбит болса әйелін ішімдік ішкені үшін ұрысты. «Қалайша бала денсаулығын ойламайсың?» деп. Осы уақытта Латимер ағайындылары адам пішінді нысананы тапаншамен атқылап, көңіл көтеріп жүреді. Олар құрылыс компаниясына иелік ететін, сондықтан Кейт болашақта жетімдер үйін жөндеу үшін солардан көмек сұрады. Ал дәубас ағайындылар қазір алтын тұшпараны Кейт арқылы қолға түсіруді жоспарлап жүр. Осы сәтте балалар Распюшаның шляпасын ұрлап қашып кетті. С детьми у меня разговор короткий, я убью любого! Семіз әйел балаларды жарақаттап, аттракционды бұзып тастады. Распюшаға күйеуінің Кейтпен көңіл көтеріп жүргені ұнамады, сондықтан ол қолына түскен темір жабдықпен Нарбитті бір салып құлатты. Дәрігердің айтуынша, егер Нарбиттің шашы тым қатты болмағанда, оны сол жерде өлтіріп қоюы мүмкін еді. Оны ауруханада Кейт келіп көрді. Осы кезде Латимер ағайындылары Диланды ұстап алмақ болды, бірақ ол кеткелі тұрған екен. Диланға ол жетімдер үйі мүлде керек емес еді. Бірақ бандиттер оны оңай жібере салмады. Олар Диланды өздерінің қастандық жоспарына қатысуға көндірді. Жетімдер үйінің орнын олар стрип-клубқа айналдырмақшы. Сол үшін сатып алу келісімі міндетті түрде жүзеге асуы керек. Ал егер Дилан Кейтке үйленсе, олардың мүлігі ортақ болады, демек ол ғимаратты бандиттерге сатып жібере алады. Кейт Нарбитке жетімдер үйінде жұмыс ұсынды және ертең балалармен бірге аквапаркке баруын талап етті. Сол кеште Дилан Кейтке кешкі ас дайындап, мүмкіндігінше тезірек, осы аптада-ақ үйленуді ұсынды. Үйден байқатпай шығып кетпек болған Нарбиттің жоспары жүзеге аспады. Распюша оны байқап қойып, аквапаркке күйеуімен бірге барғысы келетінін айтты. Жерге жеткен сәтте ол өз салмағына шыдамаған турникетті сындырып жіберді. Бұл құрылғы мұндай көлемдегі келушілерге арналмағаны анық еді. Әйел Кейтке тіл тигізіп, оның түрі өлік сияқты деді. «Сен бір термен сүйексің. Ал менің Нарбитіме тек толық әйелдер ұнайды. Түнде менен ажырамайды» деп мақтанып қойды. Кейт болса Нарбитке, олар Диланмен осы сенбіде үйленетіндерін айтты. Кейт биік су сырғанағынан сырғып түсті. Одан қалыспау үшін Распюшада аттракционға көтерілді. Ол қауіпсіздік ережелерін елемей, тауып алған бойымен сырғанақтан зулап түсті, тура пойыз сияқты. Жоғары жылдамдықпен ұшып шыққан күйі балалар бассейніне қона сала, суды түгел шашып жіберді және бір баланы ауыр жарақаттай жаздады. Кейт тағы да Нарбитке кездесуді ұсынды. Нарбит әйеліне телефон соғып, жұмысқа кеттім деп алдады, ал өзі сол уақытта Кейттің бақылауымен велосипед тебуді үйреніп жүрді. Ол бұлай күн сайын жасап, барлық уақытын Кейтпен өткізе бастады. Кейт кешке тағы кездесуді ұсынып, Нарбиттен өздерінің үйлену тойына арналған банкет мәзірін жасауға көмектесуін сұрады. Оның ішінде бір күмән ояна бастады, мүмкін, олар Диланмен тым асығыстық жасап жатқан шығар. Сұлулық салонында ол Распюшамен бетпе-бет келді, ал ол Кейтті қорқытып, «Өзіңді тек өз күйеуің үшін әдеміле. Әйтпесе өкінесің», деп сес көрсетті. Латимерлер бұл уақытта Диланды өздеріне шақырды. Кейтке дәл қазір ішімдік сату лицензиясын ұзарту туралы құжатқа қол қойдыру қажет еді. Бірақ Дилан мұндай тікелей әрекет күдік тудыратынын түсінді де, құжатты Нарбитке беріп, соның қолымен Кейтке қол қойдыруды ұсынды. Кездесуге дайындалуға Нарбитке бұрынғы жеңгетай достары көмектесті. Ресторанда Нарбит пен Кейт өте жақсы уақыт өткізді. Әңгіме арасында Нарбит кейде Распюшаға үйленгеніне өкініш білдіретінін мойындады. Сол сәтте Кейт ештеңеден күдіктенбей, құжаттарға қол қойып жіберді. Үйде Блок әпкесіне кешкі асқа 4 пицца алып келді. Бірақ Распюша оның күдікті қылығын байқап, ақыры одан Нарбиттің Кейтпен кездесіп жүргенін суырып алды. Ол бірден құрақ ұшып екеуін іздеуге кетті. Ал Нарбит пен Кейт сол уақытта шіркеуге кірген еді. Дін қызметкері Кейтке болашақ некелесу салтанаты үшін сөз сөйлеуді репетициялауды ұсынды. Қызға ойындағысын жеткізу қиын болды. Сол кезде мысал ретінде Нарбитке сөйлеуге рұқсат берді. Ол шын жүректен Кейтке деген махаббатын мойындап, оны сүйіп алды. Олардың поцелуйын дәл сол сәтте Распюша көріп қалды. Ашуға булығып, есінен танып құлады. Ол көлігімен апатқа түсіп, бірақ қауіпсіздік жастықтарының орнына оны өз кеудесі құтқарып қалды. Кейт толқып кетіп, қашып шықты. Сол себепті Распюша монтировкамен шіркеуге баса көктеп кіргенде ішінде ешкім қалмаған еді. Енді Кейт өз сезімдерін өзі саралап алуы керек.
Норбит қол қойылған құжаттарды Латимерлерге берді. Үйге келгенде оны сүйікті әйелі күтіп тұр екен. Ол Норбитті тергей бастады. Көп ұзамай Норбитті терезеден ұшырып жіберіп, ол басымен соғылып түсті. Кішкентай ит оған бір ғана кеңес берді: мына жауыз әйелден құтыл. Картоптың үстінде отырып, Распиуша Норбитке егер ол Кейтпен тағы бір рет кездесетін болса, қыздың басына не болатынын көрсетіп берді. Яғни үстіне қышқыл құятынын ескертті. Таңертең Дилан қалыңдығына ашуланды. Ол қалайша приют үшін алкоголь лицензиясын ұзартатын құжаттарға қол қойды. Себебі Латимерлер бұл жерді стрип-клубқа айналдырмақ. Кейт Норбитпен сөйлесуге келді. Бірақ Норбит Распиушаның қорқытуын есіне алып, қызды дөрекі түрде қуып жібереді. Ол Кейтке де, приютке де бәрібір екенін, оған тек сұлу әйелі ғана керек екенін айтты. Кейт жылап қашып кетті. Түнде Норбит үйден қашып, қаладан кетіп қалмақ болды. Бірақ жолда мистер Вонгқа тап болды. Қария оған ақыл айтты: қара нәсілділер әрине жақсы жүгіреді. Бірақ проблемалар одан да жылдам жүгіреді. Это попахивает расизмом. Да, Вонг ярый расист. Мистер Вонг тәрбиеленушісіне еске салады: ол жауынгер сияқты мықты. Норбитке бір маңызды хат келіп, ол оны Кейтпен шұғыл түрде кездестіруді жоспарлады. Бірақ Латимер ағайындылары оған кедергі жасады. Олар жетімдер үйін стрип-клубқа айналдыруға арналған өздерінің қастандық жоспарын айтып берді. А что же произойдет с детьми? Если оплатят вход, пусть приходят. Отбасы Норбитті жертөледе қамады. Келесі күні олар үйлену тойына жиналды. Тек Блукты үйде қалдырып, Норбитке қарауын тапсырды. Бірақ болған күшті істеп жаттығуларына беріліп, тұтқынның қадағасын жіберіп алды. Сол сәтте Норбиттің велосипед тебу машығы қатты керек болды. Енді қалған Латимерлер оны тоқтатуға тиіс болды. Мистер Вонг бұрынғы жеңгетайларды шақырып, тойды кідіртуін өтінді. Олар әртүрлі әңгімелер айтып, Норбитке мүмкіндігінше көп уақыт берді. Сол кезде Распиуша ағайындылармен бірге жетіп келді. Норбит лобжуннан қашып, орман арқылы өтіп, тоғанға құлап түсті. Той қайта басталуы тиіс болған сәтте, Норбит шіркеуге кіріп, айқайлап: мен қарсы боламын, деді. Өйткені бұл үйлену алдауы, ал ол Кейтті жақсы көреді, және енді Распиушаның қолында болғысы келмей. Сонымен қатар, Норбит Диланның үйлену алаяқ екенін айтып, ол 4 рет ажырасқанын айтты. Ең бастысы, бұл той тек Кейттен жетімдер үйін тартып алу үшін қажет болған. Кейт сенсін деп, Норбит Диланның барлық бұрынғы әйелдерін және олардың балаларын осы жерге шақырды. Латимер ағайындылары Норбитпен күрескісі келді, бірақ оған сол жылдар бойы олар қорқытқан кәсіпкерлер көмекке келді. Дегенмен Распиушаны ешкім қорқыта алмады. Ол балтамен қарияларды әр жаққа шашты, ал гүл сататын әжейді 10 метрге дейін лақтырып жіберді. Әліге дейін ешкім оны жеңе алмайтын сияқты болды. Бірақ дәл сол кезде белгілі кит аулаушы мистер Вонг пайда болып, гарпунды оның артқы жағына дәл бағыттап жіберді. Көршілер Латимерлерді қуып жетті, ал Кейт Норбитті сүйді. Жақында олар дәл сол ескі еменнің астында үйленді де, бірге жетімдер үйін басқарды. Латимерлер Мексикаға қоныс аударып, өздерінің стрип-клубын ашты. Ал басты жұлдыз сол клубта Распиуша болды. Достар, шолуымыз ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнамызды 1000 оқырманға жеткізіп қолдау көрсетіп жіберсеңіздер. Келесі кинотаймда кездескенше аман болайық.